Шортан үшін Шортандыда қып-қызыл төбелес болды. Сөйтсе 4 балықшы салмағы 13 келі балықпен суретке түсуге таласыпты. Ақыры үшеуі біреуінен таяқ жеп, ауруханадан бірақ шыққан. Даудың басы қармаққа іліккен балықтан басталған. Талай балық аулап жүріп, 13 келілік шоршыған Шортанды бірінші рет көрулер екен. Осы олжаларына қуанған олар өзара тойлап та үлгерген. Ақыры Шортанмен суретке түсуге асықса керек, бірақ қызды-қыздымен ескерткіш фотоға түсерде бір-біріне жол бермепті. Ақыры жанжал туып балықшылар төбелесе кеткен. Бір-бірін күрекпен сабағандар ақыры бастары жарылып ауруханаға түсті. Поступило телефонное сообщение. Аудандық ауруханадан полицияға 3 адамның түрлі дене жарақатымен келген туралы хабар түскен. Екеуінің жарасы ауыр болып, бірден Елордадағы ауруханаға жөнелтілген. 3 балықшыны ұрған 20 жастағы көрші ауылдың тұрғыны ұсталды. Қазір денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды.